Ұлы Отан соғысының 80 жылдық жеңісіне орай әке рухына арнау. Қызы Сағирадан. Әкем Иқашев Қали 1925 жылы 1 ақпанда қазіргі Қарқаралы ауданының Мыржық төңірегінде дүниеге келді. Ақаш пен Орынбике ата әжеміздің жан дегенде жалғыз ұлы болды. Бұл жандардың өмірден көрген бейнеттері аз болмады. Ашаршылық кезінде Ресей жеріне қоныс аударып, 1-2 жыл сол жақта күндерін көріп, одан елін жерін сағынып, сол 1-2 жылдан соң ауылына, Мыржығына қайра оралады. Не көрсең де елімізбен, руымызбен көрейік деген ұстаныммен. Құлазып қалған ауылдарын қайра көтеріп, елге тіршілік жүргізе бастайды. Бала жастан ойын дегенді білмей өскен әкем, әкесі Иқашпен бірге жүріп, еңбекке төселіп өседі. Соғыс басталғанда ел әлі толық аяққа тұрмаған кез болатын. Оған қарамастан азаматтар соғысқа аттанып, ауылда жоқтау айтқан ана, әже, бала қалады. Ауыл қайра күйрей бастайды. Бұны көрген әкем қатты ойланып, 43 жылы жасы 18-ге толар-толмастан өз тілегімен тезірек фашист басқыншыларының көзін құртып, ауылға қариялардың қолын бейнеттен құтқаруға армандап аттанып кетеді. Әкем Құралайды көзінен атқан мерген болған. Соғыста пулеметчик болып, оны үнемі өзімен кескілескен жау ортасында сүйреп жүреді. Ресейдің талай қалаларын жаудан тазалауға атсалысады. Орден медальмен марапатталады. Соның бірі есімде қалғаны Рокоссовский деген үлкен қолбасшының қолынан алған орденін айтып еді. Берлин үшін қырғын соғыс жүріп жатқан кезде әкем де сол солдаттармен бірге бір батальонда кескілескен жаумен ұрыста жүреді. Бір снаряд маңайына кеп жарылып, соның жарықшағы әкемнің жауырына тиеді. Сол жерде жараланған әкем дала госпиталында ес-түссіз 7 күн жатады. 9 май күні Рахымжан Қошқарбаев атамыз жеңіс туын Рейхстагтың төбесіне тігіп, елді қуантып жатқан кезде санитар қыз әкемнің қасына келіп, Қали, Коля, тұр, оян, өлуге хақың жоқ, жеңіс деп жылап еңіреп әкемді жұлқылай бастайды. Әкем есін жиып, көзін ашса, палата толған жаралы жан солдаттар ұландай шулаған, жылаған, күлген, бірін-бірі құшақтап сүйген әртүрлі ұлттар. Әкемді де кеп құшақтап, жұлмалап тұрғызам деп оятып, тұр, біз енді өлуге хақымыз жоқ. Коля, естейсің бе? Жеңіс, біз жеңдік, фашисті құрттық, енді елімізге барамыз деген қуанышты дауыстарды естиді. Бірақ әкем 1949 жылы еліне бірақ оралады. Ол кісі Сталинград қоршауын босатып, әрі о жерді қайра қалпына келтіру ісіне араласады. Фин соғысына қатысады. Қарағандыдан Мыржығына жаяу айлап жүріп жетеді. Мыржыққа келгенде туып өскен жерінде өзін өзі ұстай алмай, жерге аунап, домалап, мауқын басып, жылап, топырағын асайды. Содан еліне келіп, әке-шешесіне келіп, қуанышқа батырады. Еліне келіп те әкем белін жаза алмапты. Ауылының ауыр тіршілігін көріп, Ақмолаға кетеді. Ол жерде агрономдық білім алып,
1954 жылы таңның алғашқы бораздасын жыртып, ақ маржан астықтың дәнін егеді. Сол Айнабұлақ аймағының қартасын сызады, ауылдың орналасу жерінің қартасын сызады. Егін мен шабындық жердің қартасын жаяу аршынмен аршындап жүріп, өлшеп, жер қартасын өкіметке тапсырады. Сол егінін егіп өлілгенше агроном болады, өзі жерінен ешқайда ұзап кетпейді. Қаншама жерге оқысына шақырады, райкомға шақырады, Доғалан совхозына директорлыққа шақырады. Бірақ әкем ауылынан кетпейді. Сол жерде ауыл басшысы болады, агроном болады. Ауылына ақылын айтып, жол көрсетіп, мектебіне барып, балаларменен кеңес құрып, өмірдің ашы тұсын түсіндіріп, ақылды атасы болады. Анам Нағима Машрапбек қыз екеуі 9 ұл қыз тәрбиелеп өсіреді. Әкемнің мына сөзі есімде қапты. Сендер әкеміз соғыста батыр болған, көп орды медалдар алған, біздің әкеміз батыр деп мақтанбаңдар. Менің онсыз да елім еткен еңбегім баршылық. Сол еңбегімді біліңдер. Ауылдан ұзап кетпеңдер. Не еңбек жасасаңдар да ауылдарыңа жасаңдар деуші еді. Және соғыстан алған медалдарын көбіне тақпайтын. Соғыстың беті аулақ болсын, сендер көрмеңдерші деп бүкілін немерелеріне беріп ойыншық қып бітірді. Соғыс киносында көрмейтін ол кісі. 9 май мерекесі келерде семіртіп отырған қойын сойып, 3 үстелге жасатып, ас әзірлетеді. Жаңағы соғыстан қайтпай қалған солдаттарға құрбандық үшін салатын ол қойын. Құран оқытып, ауылдың адамдарын тосып отырады. Ауыл ақсақалдары, адамдары, кәрі жасы бәрі біледі. Ауылымызға, үйімізге келіп, әкеменен отырып, тамақ ішіп, әңгіме дүкен құрсатын. Бірақ аса көп айтпайтын. Ашаршылықты әйтеуір есінде аш болып, ақ қар, көк қырау мұзда жүргені көз алдына елестеп, әкемнің қысымы көтеріліп ауырып қала беретін. Көтере алмайтын, еске ала алмайтын. Әкем мен үшін аңыз адам, абыз адам. Әкем туралы айтарым көп ақ, мен де тебіреніп кетем. Ол кісі жөнінде айтар кезімде. Әкем жөндегі естелігімді әкемнің мына бір ақ батадай болған сөзімен аяқтағым келеді. Қазақ елім аман болып, кең байтақ жеріміз алтын астығымызға жайқалып өсе берсін. Ұрпақтарымыз аман болсын, жер бетінен бейбітшілік кетпесін деуші еді. Иә, әкемнің осы батасы қабыл болып, ел жұртымыз аман болайық. Әкесін еске алушы Сағира Қалиқызы. 2025 жыл 22 сәуір.